Біз жаңалықтар легін бастаймыз. Эфир тізгінде мен Бибнұр Қаражанова. Армысыздар. Үстіміздегі жылы Қызылорда қаласының құрылғанына 85 жыл, ал Қазалы ауданы 95 жылдығын атап өтпек. Осы ретте Ақсуат ауылы 80 жылдық мерейтойын жоғары деңгейде тойлады. Қазалы ауданы Ақсуат ауылдық округіне 80 жыл. Үлкен мерекені ауылдың халқы ерекше әрі кең көлемде тойлады. Ауылдан азамат болып қанат қаққан түлектер туған жерге оралып қуанышқа ортақтасты. Таңертеңнен тойлауды бастаған ауыл тұрғындары ұлттық спорттан сынға түсіп бағалы сыйлықтарды алды. Төрінде жырау жырлансын атты жыраулар фестивалі өтіп, кеш қонақтарына ас беріліп, орталық саябақта мерекелік концерт жалғасын тапты. Руханиятымыздың құндылығы, оның алтын бесігі ауыл болса, ұлт салт дәстүрімізді дәріптеу, оны насихаттау, мейірімділік, кішіпейілдікке баулуда осы ауылдан туады. Ақсуаттағы ауқымды кешке Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевпен бірге Қызылорда облысының құрметті азаматы Самұрат Имандосов, Қазалы ауданының құрметті азаматы Нажмади Мұсабаев және облыстық мәслихат депутаттары Байдулла Тілеп пен Бақытжан Жарылғап та қатысты. Бибнұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайроллаев, Серік ТВ телеарнасы. Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаевтың төрағалығымен аудан әкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі кеңестің көшпелі отырысы өтті. Жиында ең алдымен аудан басшысы жастарды айтулы мерекесімен құттықтады. 12 тамыз халықаралық жастар күні мерекелік датада Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев Бекарыстан би ауылындағы мәдениет үйінде арнайы кездесу жасап, басты назар жастарға аударылуы керек деген үлкен мәселені жолға қойды. Менің шешіммен қазір екінші жыл қатарынан ауылда жастар керуені жақсы жұмыс жасап келе жатыр. Жақсы қолдауға ие болып жатырмыз. Бірақ онда да көптеген жастарымыз кейде толық қатыспай қалып жатады. Сол жастар назардан тыс қалмау керек. Кешегі ауыл аманаты жобасы мысалы, оның да қаншама жеңілдіктері бар. Бастау бизнес бар, жаңа оқытулар бар. Міне сол барлық мемлекеттің жасап жатқан қолдауларынан ешқандай жастарымыз назардан тыс қалмау керек. Кездесуде көтерілген алғашқы мәселе Қазалы ауданы бойынша жастарға әскери патриоттық тәрбие беру, яғни отан алдындағы борышын өтеу үшін мерзімді әскери қызметкер шақыруды ұйымдастыру жоспары айтылды. Ал екінші мәселе жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету. Үшінші тақырып Қазалы ауданы мемлекеттік жастар және НИИ санатындағы жастармен атқарылып жатқан жекелей жұмыстар талқыланды. Ауылдарды аралап зерделеу жұмыстары өткізілді. Көптеген әскерге шақырушылармен олардың ата-аналарымен кездестік. Соған байланысты жаңа айтылғандай, Қорғаныс министрлігі еліміздегі 80 университетпен мәмілеге келіп, әскер қатарында жақсы қырынан танылған сарбаздарға сертификаттар тапсырады. Барады, қорытындылау комиссиясына ол сертификат 2 жылға дейін жарайды. Тапсыру комиссиясына барып, бұл жерде сертификаты мен жаңа военный билетін, әскери билетін көрсеткен жағдайда ол қалаған өз оқуына түсе алады. Қазіргі таңда мекеменің құжаттары толық құжаттандырылып болды ма қазір? Осы анда болды құжаттандырылды. Содан кейін қазіргі таңда жоғары оқу орнын бітіріп келген студенттер қазір ауылға келіп жатыр. Бос жұмыс орындары табылғандардың еңбекке араласып жатырғандар да бар. Сонымен қатар Қазалы ауданы әкімі Мұхтар Оразбаев жұмыссыздық мәселесін қатаң бақылауға алып, зейнет жасына жеткен мамандардың орнына жастарды жұмысқа тарту жайын айтты. Оған қоса аудан басшысы жастардың мемлекеттік бағдарлама аясына несие алып, кәсіптерін бастауға жәрдемші болуын негізге алып, қандай жұмыстар атқарылып жатқанын сұрады. Мұнан кейін өзекті проблемаға айналған жастар арасындағы топтық төбелес. Бұл мәселе де аудан әкімінің назарында. Басқосуда жастардың да ұсынысы арнайы тыңдалды. Жиын соңында жастар ресурсы орталығының директоры Нұрбек Ақпанбетовқа Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жастар және отбасы істер комитетінің алғыс хаты табысталса, жеке кәсіп иесі Рүстем Мейірханұлына еңбек майталманы номинациясы беріліп, сонан соң жастар үшін жанталасып жүрген бірқатар азаматтар марапат биігінен көрінді. Бибнұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайроллаев, Серік ТВ телеарнасы.
12 тамыз халықаралық жастар күні. Біз болашағымыздың ертеңі жастарға әрқашан ерекше назар аударып келеміз. Осыған орай Қазалы ауданына қарасты Бекарыстан би ауылының тәуелсіздік алаңында жастар күніне орай мерекелік кеш өтті. Қазақстанның болашағы жастардың қолында. Орта буынның бүгінгі еңбегі ертеңіміздің өрелі жемісі. Халықаралық жастар күнін тойлауда Бекарыстан би ауылының халқы да белсенділік танытты. Мерекелік кеште Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Дәурен Тілеумбетов айтулы күнмен жастарды және жиналған қауымды құттықтап, түрлі салада еңбек етіп жүрген Бекарыстан би ауылының жастарын алғыс хатпен марапаттады. Сонан соң ауыл өнерпаздары өнер көрсетіп, көрермендерді қуанышқа бөледі. Ардақты ағайын, қадірлі Бекарыстан би ауылының тұрғындары және біздің жастар, алдымен баршаңызды бүгінгі халықаралық жастар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрине біздің ұлы ақынымыз Мағжан Жұмабаев арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деп біздің ата-бабаларымыз бұрыннан жастарға сенім артқан. Осы елімізде жүргізіліп жатқан барлық мемлекеттік саясаттың барлығы осы жастардың жарқын болашағы үшін жасалып жатыр. Ол енді аудан көлемінде де мақтанышпен айтуға болады. Аудан көлемінде жасалып жатқан, жастарға жасалып жатқан қолдауды. Енді бүгінгі мереке аясында жастар керуен жобасымен бүгін Бекарыстан би ауылына келдік. Өткен жылы бастау алған жастар керуені биылғы жылда жалғасып, барлық ауылдық округтерде Айтеке би кенті мен Қазалы қаласында біз жастар керуені аясында түрлі бағыттағы іс-шаралар ұйымдастырып, жастардың мәселесін тыңдап, мынау еліміздегі қабылданған барлық мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, жастарға кездесу өткізіп келеміз. Бүгін жастар керуені соңғы жастар күні жастар керуені бүгінгі Бекарыстан би ауылына соңғы ауылға келіп отырмыз. Әрине, бағанадан бері, бүгін таңертеңнен бері ауылда жастар арасында спорттық, мәдени көптеген іс-шаралар өткізілді. Онан бөтен жаңа ғана аудан әкімі Мұхтар Әуесұлының төрағалығымен аудан әкімдігі жанындағы жастар кеңес өтті. Оған осы еліміздегі барлық мемлекеттік органдардың басшылары, кент, қала, округтың әкімдері келіп, бұл жерде барлық осы жастарға қатысты мәселелерді талқылап бірқатар шешімдер қабылданды. Бибінұр Қаражанова, Ерғанат Асаутаев, Дәуренбек Қайрулаев, Серік ТВ телеарнасы. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпараттар тамам. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Әр шаңырақта Серік ТВ қосулы болсын. Келесі көріскенше аман болыңыздар.